Путевка газеті Карлак ОГПУ 30 қарашадағы 1934 жылы. Бүкіл лагерь мұражай бөлімінің бастығының 1934 жылғы 9 қарашадағы бұйрығымен Долинканың ауылдық бүкіл Карлак ауыл шаруашылық көрмесінің экспонаттар негізінде 2 бөлімшесі тұратын лагердің тұрақты мұражайы ұйымдастырылды. Бірінші адамдарды сауықтыру бөлімі және екіншісі табиғатты қалпына келтіру бөлімі болды. Ашып жатқан мұражайдың жергілікті аймақты одан әрі дамытуда, техникалық мәдениетті көтеруде маңызы зор еді. Құқық бұзушы рецидивисті тұтқындар, социализм құрылысына идеологиялық жат адамдарды түзеу жұмыстары ОГПУ мекемесі жүйесінде баяғыда басталып, іс жүзінде орасан зор нәтиже берді. Бірақ құқық бұзушы туралы материалды зерттеп, жүйелеуді оның санасы мен міндетіне қайта қалыптастыруды алдына міндет етіп қойған мекеме ешқашан және еш жерде болған емес. Сонымен қатар музей алдында адамдардың тәрбиелеу жұмысын жандандыру міндетін қойып отыр. Мұражайда қылмыскердің тарихын, оның өткендегі психологиясын, түрлі ұлт өкілдерінің фольклорын, әндерін, музыкасын, тегін, тұрмыстық бейімділігін, әдет-ғұрпын зерттейтін бөлім ұйымдастыру жоспарлануда. Лагерді зерттеу негізінде адамның сауығына арналған ғимараттың салыну керек. Яғни лагерді теориялық және жаңа эксперименттік зерттеудің және жаңа деректермен толықтырылып, КВО шараларының жиынтығы негізделген. Табиғат өзгерту бөлімі қазірдің өзінде жергілікті аймақты дамытуда 4 жылдық тәжірибелік және ғылыми қызметтің нәтижесінде Карлактан алынған экспонаттарға бай. Тек осы материалдардың барлығы шебер жинап, лагерь тәрбиеленушілерге көрсету, көруге және оқуға қолжетімді өту қажет. Табиғат өзгерту бөлімінің қазынасы күн сайын жақсару мүмкін, өйткені лагердің өндірістік және ғылыми жұмысы үздіксіз алға жылжуда. Ашып жатқан мәдени мекеме, мұражай тек өнеркәсіптік және басқа да ұйымдардан, сондай-ақ оларға толықтай назар аударған жағдайда ғана өз жұмысын дұрыс кеңейтіп, одақ еңбекшілерінің мәдени қазынасына өзінің мүмкін болатын үлесін бүкіл лагерь қауымына қоса алады.